Бүгін Оралда 2 күнге созылған дарынды дала бұлбұлы Мұхит Мералыұлының 75 жылдығына орай ұйымдастырылған Сары дала сағынышы сал мұхит атты республикалық дәстүрлі әншілер байқауы өз мәресіне жетті. Марапаттау салтанаты мен гала-концерт облыс қазақ драма театрында өтті. Шара облыс әкімінің орынбасары Марат Тоғжановтың алғы сөзімен ашылды. 25 жылдың ішінде мәдениет қана емес, әр салада бүгінгі Қазақстан Республикасы көптеген жетістіктерге жетіп отыр. Осының барлығы елбасының бүгінгі бастауы мен саясатын қолдап, өздеріңіз жай ғана қолдаған жоқсыздар, істеріңізбен істеп, бүгінгі осындай деңгейге жетіп отырмыз. Жерлестігімізді алғаннан бері мінекей өзіміздің өз мәдениетімізге өз қолымыз жетіп, бүгінгі күні Мұхит бабамыздың 175 жылдығын тойлауына да қол жеткізіп отыр. Негізі 5 жыл сайын тойланып келе жатыр. Жыл сайын деңгейі өсіп келе жатыр. Байқауға еліміздің Астана, Алматы, Шығыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарынан барлығы 22 үміткер қатысты. Оларға Түркістан қаласынан келген Қазақстан Республикасының халық әртісі Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің оқытушысы, профессор, әнші термеші Қажыбек Бекбосын бастаған өнер майталмандары қазылық етті. Жалпы бұл байқау дәстүр сабақтастығы, әншілік дәстүрдің осы Қазақстан бас аймағының әншілік дәстүрі осы жерде қалыптасқаны, сол мектептің брендіне айналған мынау мұхит, мынау Затаевич айтқанда мынау қазақтың байына атанған Мұхит Мералыұлының мынау 175 жылдығы өте бір уақытында дәл сондай уақытта өтіп жатқан деп есептеймін. Енді шындығына келгенде қазіргі уақытта мынау әншілік, дәстүрлі әншілікке көп көңіл бөлінбей жатқан өздеріңіз білесіздер. Бұл сондай уақытта, дәл керек уақытында өтіп жатқан конкурс. Бұл енді біз әрқашанда қоштаймыз. Қатысушылар Мұхит Мералыұлының, Ғарифолла Құрманғалиевтің және халық сазгерлерінің әнін орындап сынға түсті. Мен өзім сол осы Мұхит бабамыздың конкурсынан лауреат болған адам, сол бас жүлдесін. Кейін мынау сол кейінгі мынау бізден кейін өсіп жатқан жасөспірімдерге мен осы жюри мүшесі болып отырғанды өзім бақыт санаймын. Үлкен ағалармен бірге отырып, кезінде маған сол баға берген ағалармен қазір мен енді кейінгі осы өзімізден кейінгі атқан ұрпаққа баға беріп өте жоғарғы деңгейде өтті, республикалық деңгейде. Дүбірлі доданың қазылар алқасы шешімімен атыраулық Фатима Серікбаева, астаналық Зинат Қасымова, ақтөбелік Әділет Күзембаев 3-ші орын иегерлері атанса, 2-ші орында Ернар Өмірәлі мен Бейбіт Қажығалиев Орал қаласынан қатысқан қос өнерпаз өзара бөлісті. Ал жүлделі 1-ші орын алматылық дәстүрлі әнші Нұрым Асқановқа берілді. Байқаудың бас жүлдесін Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының дәстүрлі әншісі Данияр Елеуов жеңіп алды. Мен енді мынау жалпы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданынан қатысып тұрмын. Үлкен конкурс болды, жақсы деңгейде. Енді Мұхит бабамыздың конкурсына бірінші рет қатысуым. Болса Алла қолдап, бағымыз жанып, әйтеуір бір нәтижеге жетіп жатыр. Мұхит Мералыұлының 175 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар ертең туған жері Қаратөбе ауданында жалғасын табады. Жайық пресс ақпарат орталығы.